Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, тыңдармандар. Бүгін сіздермен біз Қазақстан Республикасы Мемлекеттік орталық музейінің қазақ этнографиясы залында тұрмыз. Осы төтенше жағдайға байланысты сіздермен онлайн түрінде өткізіп отырған бірегей заттың тарих атты онлайн экскурсиямыздың мақсаты осы біздің музейде сақталған құнды жәдігерлермен таныстыру. Онымен таныстыратын осы музейдің экскурсия ұйымдастыру және экскурсиялық қызмет көрсету бөлімінің жүргізуші маманы мен Бүркітбаев Дулат Ұлықбекович. Сіздермен бүгінгі негізгі көрсетейік деп отырған жәдігеріміз бұл Арыстан Сұлтанның жарағы шарайнасы. Бүгінгі осы негізгі тақырыбымыз. Ал жалпы осы шарайнамен таныстырмас бұрын мен сіздермен жалпы сұлтан деген сөзге кішкене түсінік беріп кетейін. Біз білеміз, қазақ қоғамы негізінен өзі екі әлеуметтік топтан тұрды. Ол ақсүйектер және қарасүйектер. Енді қарасүйектерге жалпы осы қазақтың жүздеріне кіретін ру тайпалар кірсе, ақсүйектерге негізінен сұлтандар, қожалар кіреді. Енді қожалардың кім екенін бәріміз білеміз. Ислам дінін таратуға келген алғашқы миссионерлердің ұрпақтары болып есептелсе, ал қазақта ақсүйектерді Шыңғыс ханның тұқымынан тарағандарды Шыңғыс тұқымынан тарағандарды айтады. Ал жалпы сұлтан деген сөз негізі өзі араб тілінен кірген, біздің түркі тіліне бұл билікті, құдіреттілікті деген мағынаны білдіреді. Ең алғаш әрине бұл ислам діні алғаш таралған кезде бұл атау, титул ислам билеушілеріне, мемлекетті билеушілерге халифа билігі деген мәнде қолданылған. Енді одан кейін 10-шы ғасырларда діни билікпенен зайырлы саяси билікті ажырату туралы айыру қажеттілігі туған кезде бұл сұлтан деген титулды негізінен көбінде мемлекет билеушілерін осы сұлтан деген атаумен атала бастады. Одан кейін орта ғасырларда Селжұқ мемлекеті, Осман империясының билеушілері өздерін сұлтандар деп атады. Ал енді шығысқа келетін болсақ, шығыста негізі билік басындағыларды әмір, мәлік деген атаулар болған. Кейіннен осылардың атауларын өзгертіп сұлтан деп атала бастады. Сұлтан деген титул айтқан әмірлерден де жоғары тұрды. Одан кейін Шыңғыс ханнан тараған тұқымдарды да осы сұлтан деген оғлан деген атпенен қатар айтылып жүрді. Оғланды біз білеміз, ол түркі-моңғол тіліндегі Шыңғыс тұқымдарына айтылатын негізгі атау болғандықтан сұлтанменен осы оғлан атауы қатар жүрді. Енді кейіннен Алтын Орда ыдырағаннан кейін оның орнына пайда болған көптеген мемлекеттер, Ақ Орда, Өзбек хандығы кезеңдерінде осы оғлан атауы көп айтылмай, көбіне осы сұлтан деген атаулар айтылып, сол кезде мемлекетті билеушілер, хандар, осы сұлтандар болды. Енді біз білеміз, қазақ хандары осы тек қана сұлтандардан, яғни Шыңғыстың тұқымдарынан, соның ішінде Шыңғыстың үлкен ұлы Жошыдан тарайтын тұқымдардан тек қана сайланды, сондай заң болды. Енді кейіннен бұл атау әрине біз Ресейдің құрамына қосылғаннан кейін бұл титулды ақырындап өзінің мағынасын жоя бастады. Ең алғаш әрине Ресей билігі хандық биліктерді жою, қысқарту кезінде, реформалар кезінде 1822-24 жылдары сол бұрынғы дәстүрді сақтап, негізінен ұлыстарды, басқа да облыстарды басқаруға, тайпаларды басқаруға, ру тайпаларды басқаруға көбіне осы Шыңғыстың тұқымдарынан сайланып отырса сұлтандыққа. Ал кейіннен ақырғы реформалар 19 ғасырдың екінші жартысындағы бір жолы Қазақстан өзінің тәуелсіздігінен, қазақ хандығы өзінің тәуелсіздігінен айырылған кездегі ақырғы реформалар кезінде бұл сұлтандық титулды тек қана Шыңғыс тұқымдары ғана емес, сонымен қоса қарадан шыққан дейді, немесе қарасүйектен басқа ру тайпалардан шыққан басқа адамдар да иелене бастады. Аға сұлтан, сұлтан, болыс, старшын деген осындай титулдар пайда болды. Енді сіздерге мен Сұлтан Арыстан Жантөрин туралы кішкене тарихи мәлімет бере кетейін.
мына орыс жазбаларында кейбір деректерде бұл кісіні Арслан Сұлтан деп жазылып жатады. Негізгі шын аты бұл кісі жаңағы Арыстан. Бұл кісі Жантөре Сұлтанның 6 ұлының бірі, Айшуақ ханның немересі, кіші жүздің ханы Әбілқайыр ханның шөбересі болып келеді. Бұл кісі негізі осы Ресей империясының және отаршылдық саясатына белсене қатысқан кісі. Жаңағы Ресей империясы жаңағы хандық билікті жойған кезде осы кіші жүзді үшке бөліп жаңағы орталық, батыс, шығыс деп жаңағы 3 аймаққа бөліп, 3 аймаққа 3 билеуші тағайындаған кезде бұл кісі осы орталық бөлігінің билеушісі болып жаңағы сайланады. Жалпы қазақ тарихында қараса, осы Ресей империясына қосылғаннан бастап осы 20-ші ғасырдың басына дейін жаңағы көптеген Ресей империясының саясатына қарсы көптеген көтерілістер болыпты. Кейбір деректерде 300-дей жаңағы көтеріліс болған дейді. Сондай көтерілістердің бірі тарихта белгілі Есет Батыр бастаған, және Есет Батыр бастаған көтеріліс болған. Міне 1850 жылдары осы көтерілісті басуға осы Арыстан Сұлтан белсене қатысқан екен. Бұл кісі осы көтерілісті басу мақсатында жүрген кезде осы соғыста 1855 жылы қаза болады. Кейбір деректерде жазады, мына Есет Батыр осы жаңағы Арыстан Сұлтанның лагерін қоршап алған кезде бұл кісіге шегініп кетуге және мұрсат беріп, қайтадан әскеріңді алып қайтып кет деген жаңағы елші жібереді. Бірақ оны жаңағы Арыстан Сұлтан тыңдамай, жаңағы шегінбей қойғаннан кейін Таңсәріде шабуылдап, осы Арыстан Сұлтанды және жандағы көмекшілері, тағы билеушілері бар, барлығын осы қылышпен шапқылап өлтірген деген бір осындай деректер бар. Енді осы Арыстан Сұлтанның жаңағы жарағы Шарайнаға келетін болсақ, осы қазақтың жалпы көшпенділердің қару-жарағын зерттеп жүрген атақты ғалымдарымыздың бірі Қалиолла Ахметжан ағамыздың қазақтың дәстүрлі қару-жарақтары деген кітабында осы жаңағы Шарайнаны 1923 жылы Қайыр Қасымов деген кісі музейге өткізген деген жаңағы мәліметтер кездеседі. Жалпы осы қару-жарақ туралы жаңағы зерттеп жүрген Қалиолла ағамыздың жаңағы сол кітабында осы Шарайналар туралы көптеген жақсы қызықты жаңағы мәліметтер бар. Жалпы бұл кісі қару-жарақ туралы, қазақтың қару-жарақ деген сөзіне жаңағы ер қару, бес қару деген сөзге жаңағы анықтама беріп, ол бес қару неден тұратын, қару мен жарақтың жаңағы айырмашылығы туралы жақсы жаңағы сондай мәліметтер берген. Сонда қару-жарақ деген жаңағы қаруы негізінен шабуылдайтын құралдар, оған жаңағы кесетін қылыш, түйрейтін найза, шабатын балта, ұратын шоқпар, ататын және садақты қосса, ал жараққа ол кісі жаңағы қорғаныс заттарын кіргізеді. Қорғаныс заттарының өзін ол кісі жаңағы екі бөліктен тұрады дейді. Ол жаңағы ер киімі дейді. Бірінші жаңағы сарбаздың үстіне киіп жүретін үнемі киімдер, ол жаңағы сауыт, басына киген дулығасы, жеңшесін айтса, одан кейін жаңағы қосымша жарақ дейді, немесе қол жарағы дейді, ол жаңағы қалқанды келтіреді. Ал қарудың өзін ол кісі үшке бөледі. Ол аңшылық қару, әскери соғыс қару, немесе жаңағы күнделікті қару деп жаңағы үшке бөледі. Ал енді сол жаңағы жарақтардың бірі осына Шарайнаға келетін болсақ, бұл Шарайналардың ең алғаш пайда болған кезеңі өзі біздің заманымыздың бірінші мыңжылдығы дейді. Бұлар мыңжылдығында пайда болған дейді. Бұлар әрине жаңағы уақыт өткен сайын жаңартылып, өзгертіліп отырды. Мысалы алғашқы кезеңде бұл жаңағы қосымша жаңағы қорғанысты олар өздерінің жаңағы үстеріне киген сауыттарының жаңағы алдын, жанды жерлерін, артын деген сияқты сол жерлерге жаңағы қосымша болат тақталарды орнату арқылы жасаса, кейін мына түркілердің дәуір кезеңінде жаңағы осындай шарайналар пайда болды. Бұл жаңағы бауменен байланып, алынып, салынып, жекеше киіліп отыратын осындай жарақтарды түркілер кезеңінде пайда болды дейді. Өйткені түркілер кезеңіндегі жаңағы түркілер кезеңінен қалған
тас мүсіндерде, одан кейінгі мына 12 ғасырларға жататын жаңағы қыпшақ дәуіріне жататын тас мүсіндерде осы жарақтарды жаңағы таспен қашып жаңағы суреті бейнеленген. соған қарап жаңағы біздің ғалымдар айтады, сол түркілер дәуір кезеңінде осы шар айналар пайда болды дейді. Шар айна деген сөздің өзі мына екі сөзден тұрады, шар және айна. Шар деген сөз бұл мына бізге түркі тіліне, парсы тілінен кірген екен. Шар төрт деген мағына береді екен. Енді бәріміз белгілі, қазақтан мына шарбақ, шартарап деген сөздерді білесіздер. Ол шарбағымыз жаңағы төрт қабырғадан тұратын қоршауды айтады, немесе шартарап деп әлемнің төрт әлемге жаңағы шартарапқа жайылып кетті деп жатады ғой, төрт жаққа жайылып кеткен. міне сонда шар деген сөз төрт деген мағынаны береді екен. Ал айна деген ол жаңағы мына жаңағы орнатылған қосымша жарақты айнадай қылып жылтыратып тазалап жүреді. Сондықтан оны айна деп айтылады. Сондықтан шар айна. Кейбір жерлерде бұл шар болат деп те айтылады. Өйткені жаңағы төрт бөліктен тұрғаннан кейін, төрт бөлік жаңағы қалың болаттан жасалғаннан кейін шар болат деп айтылады. Жалпы бұл шар айналарда негізінен көбінде жаңағы әскер бастылары, жаңағы сұлтандар, жаңағы ұшын былайша айтқанда жаңағы билікте әскер басқарып жүрген адамдар осы шар айнаны тағып жүрген екен. Шар айнаның әрине бұның ішінен жаңағы қосымша маталармен астарлап, жаңағы шеттерін жаңағы шашақтармен әшекейлеп жүрген екен. Одан кейін айна деп айтылуы, бұл айна дегеннің өз сөзі үш мағына береді екен. Айна жаңағы біріншіден жылтырап әдемі көрінеді, екіншіден айна жаңағы ыстықта күн сәулесі түскен кезде айна жалтырап, жаңағы күннің ыстығын ары қарай өткізбей, ар жағындағы сауытты қыздырмай денесіне жаңағы ыстықты өткізбеу үшін айна жылтыратып жүрсе. Үшіншіден айна жаңағы қазақтың түсінігінде айна жаңағы магиялық жаңағы ырым есебінде, жаңағы біз бәріміз білеміз, кезінде мына бақсылар да өзі жаңағы айна арқылы жаңағы өздерінің жоралғыларын өткізгенде адамдарды емдегенде жаңағы қобыздарына айна салып жүріп, айна арқылы жаңағы о дүниемен байланысу, жаңағы ата-бабаның рухтарымен, ата-бабаның аруақтарымен осы айна арқылы байланысқа кіру деген түсінік болған. Осы қазақ сарбаздары да осындай жаңағы магиялық түсініктер есебінде жаңағы айна жаман жаңағы жын шайтандардан, жамандықтан қорғайды деген есебінде осы жаңағы айна деп аталуы да, айнады жылтыратып жүруінде себебі осы да болған. Әрине бұл кейіннен ислам дәуірі келгеннен кейін бұл жаңағы шар айналардың беттеріне жаңағы Құранның сүрелері жазылып деген сияқты, мысалы сондай жаңағы өлсек те жаңағы ерлікпен өлек деген мағынада, және Алла өзі қорғап жүрсін деген мағынада осындай жаңағы ой өрнектер, одан кейін жаңағы Құранның жаңағы дұғалары жазылған шар айналар киіп жүрген. Енді шар айналардың түрлерін жаңа мен айттым, көп, олар заманына қарап өзгеріп отырды. Негізі шар айна өзі төрт бұрышты немесе төрт дөңгелек жаңағы бөліктен қосымша жарақтан тұрады. Төрт жаңағы дөңгелектен тұрса, ол екі кеудесін жаңағы екі иығын жаңағы қорғауға арналып жасалған. Одан кейбіреулер тіпті 6 бөліктен де жасалған болатын. Екеуі алды, екеуі иығы, екеуі артын қорғап тұратын. Ал көбінде негізінде осындай 4 бөліктен тұрады. Ол жаңағы екеуі негізі алдын жаңағы, одан кейін екі бүйір, одан кейін артын жаңағы оқтан, найзадан жаңағы қорғау үшін жасалған. Енді мына бізде Арыстан Сұлтанның бұл шар айнасы жаңағы айттым ғой, өзі қайтыс болғанға дейін 1855 жылға дейін сол кісі жаңағы соғыста жүргенде бұны киіп жүрген. Бұл шар айналар негізінен мына от қаруы 19 ғасырларда от қаруы пайда болғанша осы шар айналарды үнемі жаңағы қазақ көшпенді сарбаздары жекпе-жекке шыққанда, жаңағы соғысқа қатысар кезде осы шар айналарды тастамай бірге киіп жүрген екен. Енді мына жерде сіздер көріп тұрсыздар, шар айнаның негізі жаңағы төрт емес, 5 бөліктен деуге болады. Барлық әр бөлігі бір-бірімен топса арқылы жаңағы қосылған. Мына жерде жаңағы
осы шарайнада, Арыстан Сұлтанның шарайнасында алдында мына жерде анықтап қарасаңыздар, мына жерде жаңағы дұғалар жазылған, арт жағында шарайналарда арт жағында жаңағы өрнектер салынған. Осы өздеріңіз жаңа тамашалаған, көрген Арыстан Сұлтанның шарайнасы, жарағы сияқты бізде құнды жәдігерлер, тарихи жәдігерлер, қазақ халқына тарихында өте үлкен орын алатын жәдігерлер өте көп. Мысалға қару-жарақтың 17-19 ғасырларда жасалған неше түрлері бізде сақталған. Сондай жәдігерлерімізді өз көздеріңізбен көріп, келіп, қызықтауларыңызға осы біздің музейде әбден болады. Сіздерге әрқашанда біздің есігіміз ашық. Сау, саламатта болыңыздар. Көріскенше.